Келіннің өкініші. Зарина 22 жасында тұрмысқа шықты. Сүйіп тимеді, ата-анасы айтты, барды. Күйеуі жаман адам емес еді, жұмысшы, тыныш, бірақ Зарина оны жақсы көрмейтін. Жақсы көрмесе де шыдады. Қыз өйткені үйден шыққан қыз қайтып оралмайды деп өскен еді. Достар, сіздер де осындай шыдамдылық көрдіңіздер ме? Өз өміріңізде комментарияға жазыңыздар. Енесі Қалампыр апа қатал емес, жаман емес, бірақ суық. Күнде таңертең тұрдың ба? Бітті. Күнде кешке тамақтайын ба? Бітті. Одан артық сөз жоқ. Зарина алғашқы жылы жылады. Жалғыз, жастығына. Анасына айтпады. Өйткені анасы, шыда қызым, барлық келін осылай өтеді, дейтінін білетін. Достар, барлық келін осылай өтеді деген сөзді сіздер де естідіңіздер ме? Лайк баса кетіңіздер. Бір күні Зарина ауырып қалды. Қызуы 39 градус, төсекте жатыр. Күйеуі жұмыста. Ешкім жоқ, есік ашылды. Қалампыр апа кірді, қолында бір кесе сорпа. Үндемеді, столға қойды. Іш деді де шықты. Зарина сол сорпаға қарап жылады. Бірінші рет шаттықтан жылады. Анам да осылай сорпа әкелетін еді, деп ойлады. Достар, кішкентай қамқорлық кейде жүректі жылытады. Солай емес пе? Сіздің өміріңізде де осындай сәт болды ма? Сол күннен бастап бірдеңе өзгерді. Зарина енесіне мұқият қарай бастады. Байқады. Қалампыр апа таңертең ерте тұрады, бәріне дейін үйді жинайды, үндемей, терезеден далаға қарайды, ұзақ. Зарина бір күн сұрады. Апа, не ойлайсыз? Қалампыр апа таңырқады, бұрылды. Ештеңе, деді. Бірақ көзінен бірдеңе бар еді. Зарина байқады. Жалғыздық. Достар, үлкен адамдардың көзіндегі жалғыздықты байқадыңыздар ма? Лайк баса кетіңіздер. Зарина ертесіне 2 кесе шай дайындады. Енесінің бөлмесіне барды. Апа, бірге ішейік. Қалампыр апа үндемеді, бірақ орын ашты. Екеуі отырды. Үндемей шай ішті. 5 минут, 10 минут. Қалампыр апа кенет деді. Менің де анам осылай шай берумен өтті. Апам ерте кетті. Мен 16-да жесір қалдым. Балаларымды жалғыз өсірдім. Ешкімге ауыртпалық болмайын деп үндемей өттім. Зарина жұтынды. Апа, деді. Сен жақсы келінсің, Зарина. Мен айта алмаймын, бірақ білемін. Зарина жылап жіберді. Қалампыр апа қолын созды. Заринаның қолын ұстады. Бірінші рет. Достар, айта алмаймын, бірақ білемін. Осы сөз жүрегіңізге тиді ме? Комментарияға жазыңыздар. Арада 3 жыл өтті. Зарина енді күйеуін жақсы көретін бе еді? Жоқ, бәрібір жақсы көрмейтін. Бірақ бір нәрсені түсінді. Махаббат тек күйеу мен әйел арасында ғана болмайды. Кейде махаббат бір кесе сорпада, кейде ұстаған қолда, кейде айта алмаған сөзде. Достар, махаббаттың осындай түрін сіздер де сезіндіңіздер ме? Бір күні Заринаның анасы келді. Зарина мен Қалампыр апа бірге отырып шай ішіп жатыр. Анасы таң қалды. Қалай татусыздар? Зарина күлімдеді. Қалампыр апа да күлімдеді. Екеуінің сыры бар еді. 2 кесе шайдың сыры. Арада тағы 2 жыл өтті. Қалампыр апа ауырды. Ауруханада Зарина апасының қасынан кетпеді. Күйеуі, үйге бар, дем ал, деді. Зарина, жоқ, деді. Дәрігерсіз қызыма, деді. Зарина, иә, деді ойланбастан. Дәрігер кетті. Қалампыр апа Заринаға қарады. Қызым, дедің. Иә, апа, сіз менің апамсыз. Қалампыр апаның көзінен жас шықты. Бірінші рет. Қалампыр апа сол ауруханадан қайтпады. Соңғы сөз. Зарина, рахмет қызым. Зарина сол сөзді ешқашан ұмытпады. Достар, 1 секунд тоқтаңыздар. Қасыңыздағы адамға бүгін рахмет айтыңыздар. Бүгін Заринаның өзінің келіні бар. Жас қыз, ұялшақ, жаңа түскен. Зарина бір күн сорпа дайындады. 2 кесе. Келіннің бөлмесіне барды. Қызым, бірге ішейік. Келін таңырқады. Зарина күлімдеді. Қалампыр апа, мен үйрендім, деп ойлады ішінен. Достар, өкіну кеш болады. Қасыңыздағы адам бүгін бағалаңыз. Енеңіз бе, келініңіз бе, бәрібір. Өйткені бір күні олар кетеді, және сол кесе шай соңғы кесе болып қалуы мүмкін. Әңгіменің соңына дейін тыңдағандарыңызға рахмет.
бұл әңгіменің жүрегіңізге жетті ме? Комментарияға қай қаладан тыңдап отқаныңызды жаза кетіңіздер. Және міндетті түрде каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.